Ассалаумалейкум, полковник мырза, ассалаумалейкум, Асхат Берлевич. Сіз жаңа айтып отырсыз, 10 күннің ішінде ресейлік автокөліктерді ресейге апарып учетқа қою керек дейді. Қазір Ресейдегі коронавирустың ушығып баруына байланысты әлі күнге дейін 1 жылдан асып кетті, шекара жабық. Ресейге 10 күн ішінде никак көздер апарып қоя алмаймыз. Ол жақта эпидситуация қазір қызыл зонада. Оны бірден алыңыз. Екіншіден, сосын шетелге кірген машиналарды жаңа айтып тұрсыз, өзіңіз учетта жоқ дейді. Учетта жоқ машиналар Ресейге кейін қарат апару ол өте проблемный зат, кіргізбейді. Потому что Қазақстан Республикасының азаматы сол елдің машинасын учетта шығарып кеткенмен Ресей кіргізбейді. Енді біз сіздерде бұл жақта талап қойып отырған затымыз осы қазір елде жүрген машиналарды соңғы мысалы 3 ай 6 ай страхователь кім сондай бір порог ойлап табыңыздар. Біреуде купли-продажа бар, біреуде гендоверность бар деген сол осындай құжаттары бар машиналардың бәрін учетқа қою. Енді тағы да қазір мына сіздердің сөздеріңізде бір мәселе болып тұр. Ресейден ұрлық машиналар бар дейсіздер келген. Ұрлық машиналарды бізге Ресейдің таможнясы бері қарата өткізді. Ресейдің полициясы мен Ресейдің таможнясы бір-бірімен ынтымақтастырып жұмыс жасамаған үшін осы жердегі сондай бір артында қылмыстық прошлое бар машина алып келген Қазақстан Республикасының азаматтары кінәлі емес ол жерде. Олардың қалатын жұмыстарына. Ол граница өткізді, полициялар бір-біріне сообщать еткен жоқ. А егер де біздің Қазақстан Республикасының азаматы сол жақтан бар машинаны қасақана ұрлап әкелген болса, ол қылмыстық жаза, ол басқа. Сосын енді сіз мына мысал келтіріп жатсыз. Ресейлік автокөліктермен, шетелдік нөмірлермен тіркелген автокөліктердің жол көлік оқиғасы көп болып, адамдар қаза тауып жарақат алып жатыр дедіңіз. Ол это человеческий фактор. Процентінің көбеюінің себебі ол біздің жолда жүретін ресейлік нөмірлі, шетелдік нөмірлі автокөліктердің көбеюі. Ол мысалға бұрын ол статистикаларды алып қарайтын болсаңыз, Ресейдің автокөліктерден 2008 жылдарда сондай статистика болды, 2006-да да. Ол жақта ресейлік автокөліктен көрудің қажеті жоқ, оны жолдың нашарлығынан көріңіздер, басқасынан көріңіздер. Сосын жаңағы нарушение көп жасайды. Енді нарушение жасаған азаматтарды жол жолға қатысушылардың движениеде водительдер ұстай алмағандарыңыздың себебі ол кешірсе кінә бізден емес, ол сіздердің жұмыстарыңыз. Енді біздің бұл жерде қойып тұрған талабымыз камера нарушение жасады. Бізде бұл жерде қойып тұрған талабымыз сіздер бұл жақта келіп тұрсыз, атқарушы органдар, полиция, акимат, атқарушы органдар. Біз бұл жерде бүкіл халықтың уәжі қоятынымыз заң шығарушы орган мен қабылдаушы орган, сенат пен мәжіліске уәжіміз бар. Заңды қабылдасын, заңдық уровеньде қарасын, соны алсын да сіздерге сол законды жіберсін, сіздер соны орындаңыздар. Бұрын сонда армянский автомобильдерде мұндай практика болды. Бір рет практикаларыңызда болды 3 жыл бұрын. Бұны кейін қарата қайталауға мүмкіншілік бар. Егер де бұны қайталасақ, біз қазынаға көптеген ақшалар түседі. Жаңа өзіңіз айтқандай ДТП-лар келесі болмасын, жолдар түзеледі. Сол ДТП шыққан адамдарды емдейтін больницалардың сапалары көтеріледі. Сіздер бұл жақта енді біздің өзімізді қазір өздеріңіз білесіздер. Жермен де шықтық, басқамен де шықтық. Жеріміз саттыңыздар. Қинап тұрып укол тықтыңыздар. Қытайға апарып фирмаларын саттыңыздар. Енді астымызда қалған Армения мен Ресейдің тіркеуінде тұрған автокөліктерін сатып аласыз. Не болды сіздерге, қазақтар? Біз не істедік сіздерге? Артық сөйлеп жатқан жоқ, просто уәжімді Тыныш, айқайламаңдар. Асхат Берлевич, айтып қой. Артық осы мәселеге Асхат Берлевич, қатысты айтамын.